Бүгін 8 март. Соның құрметіне анама, әйеліме, қарындастарыма Калифорнияда жасаған чебурекиді жасап бермекшімін. Кеттік. 8 марттың құрметіне ата-анама, әйеліме, қарындастарыма чебурек істеп береміз. Ол кеттік. Міне, мынандай суға мынанша тұз саламыз. Тұз. Сосын кішкене сұйытмай қоямыз. Соны жағын шығарып араластырамыз. Мына су жылы болу керек. Содан кейін былай ашамыз бұнды. Құямыз да бұны бірінші қасықпен араластырамыз. Үйлеген ұнымыз тығыз қатты болу керек. Тағы да кішкене қосайын. Алай қолмен илейміз енді. Тығыз қатты болу керек. Сол кезде мынау жаңа оқтаумен жазған кезде жыртылмайтын болады. Эластичный болады ғой. Міне тестамыз дайын, мұндай қатты иленіп тұрады. Бұны енді қазір 20-30 минут демалтамыз. Кабинет салқын жоқ қоям. Так, енді ішкі салмасын дайындаймыз. 1 килограммнан астам фарш. Оған 1 қасық тұз лақтырамыз. Міне тұз. Содан кейін перец 1 қасықтай. Шағын 1 қасықтай болды. Сосын міне ұсақ паприка. Бұл міне қанша көп болса да болады. Енді пияз, көк пияз саламыз. Міне көк пияз осылай ұсақ тураймыз. Осыны былай саламыз. Келесі қадам мына 2 пияз кетеді. Бұны мясорубкадан өткізуге болады, бірақ та біз қолмен ұсақ турап саламыз. Сол кезде мықты болады. Көрдің бе? Так, міне ет салдық, пияз салдық, тауықтың сарымсағын салдық, паприка, тұз бәрін салдық. Сосын міне кішкене су қосамыз. Сонымен араластырамыз енді. Бұның фишкасы начинкасында болады. Міне чебурекидің салмасы дайын. Осылай сұлу болып тұрады. Енді бұны 10-15 минут саласың жоқ, демалтамыз. Все. Чебурек қазір кетіп қазанға кетуге дайын. 5-ке түсірейін, 4-ке түсіріп қойын. Ешкім. Отправляем в казан. Все. Қазір нәтижесін көресіздер. Қалай, немен пісір сен? Жұматтың құрметіне анама, әйеліме, қарындастарыма чебурек істеп жатырмын. Калифорниядағы қайталап жатырмын, в общем. Өзімізге.